Сізде қазір жүрегіңізде проблема болып жатқан шығар, иә, давлениеңіз бар шығар, иә, сахарыңыз жоғары шығар. Сіз оны күнделікті дәрілерді ішіп жүрсіз, иә. Сіз осы уақытқа дейін ішіп келдіңіз и әрі қарай да іше бересіз. Біздің әрбір ішіп жатқан дәрілеріміз ол біздің бауырымызға өте зиян, бауырыңызды езіп жібереді, құртып жібереді. Ал бауырсыз адам өмір сүре алмайды. Ол біздің ағзамыздағы фильтр ғой, фильтріміз жұмыс жасамаса, ол денсаулығымыздың құрғаны. Сондықтан да бауырда еще нервный клеткалар жоқ. Оны сіз ауырғаны, бауырдың ауырғаны сізді мазаламайды. Өйткені нервный клеткалар болмағандықтан сіз бауырыңыздың ауырып жатқанын білмейсіз. Анализ тапсырыңыз, рентгеннен жаңағы УЗИдан өтіп тексерілсеңіз, кәдімгідей постоянно дәрі ішетін адамдардың бауырында проблема болады. Сондықтан да сіз постоянно дәрі ішіп жүрген болсаңыз, сіз осының себебімен күресіңіз. Сол кезде денсаулығыңыз жақсарады.